Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мерейгер автор және кітап айдарында сіздерге жазушы Әнуар Әлімжановтың 95 жыл толуына орай сіздерге кітапхана қорында бар әдеби мұрасымен танысуға шақырамыз. Отырардан жеткен сый атты повестер жинағына автордың бірнеше тарихи тағылымдық шығармалары енгізілген. Жаушы романы қазақ халқының жоңғар басшылығына қарсы күресінің алғашқы кезеңінің халықтың бірігуі мен ерлік жолын суреттейді. Ұстаздың оралуы, ұлы ойшыл Әбу-Насыр әл-Фарабидің өмірі мен мұрасын дәріптейтін көркем туынды. Бұл шығармада жазушы әл-Фарабидің ғибратты өмірінің, оның ғылыми ізденістері мен адамгершілік ұстанымдарын бейнелейді. Көгілдір таулар романы қазақ халқының өткенінің, оның мәдениеті мен рухани байлығын тереңнен зерттейді. Шығармада автор қазақ халқының тарихындағы маңызды оқиғаларды, оның мәдениеті мен рухани байлығын бейнелей отырып оқырманға терең ой салады. Махамбеттің жебесі романы қазақ халқының ұлы батырлары Исатай мен Махамбет бастаған көтерілістің тарихи оқиғаларын бейнелейтін көркем туынды. Бұл шығармада автор халықтың азаттық жолындағы ерлігін, әлеуметтік әділетсіздікке қарсы күресін шынайы суреттейді. Сондай-ақ автордың орыс тілінде жазылған шығармалары да жетерлік. Құрметті оқырмандар, Әнуар Әлімжановтың шығармаларымен тереңірек танысуға кітапханаға шақырамыз.